ол ауру қылады адамды. Өзімде де болмай арасында. Бір ғалымдарымыз айтады, адамның өзінің шайтандары болады дейді ғой. Адам өзінің шайтандары болады, соның ішінде ләхауан деген шайтан болады дейді. Ләхауан деген сөз, ол мағынасы ойнайтын деген мағынаны білдіреді. Яғни ол шайтан сізбен ойнайды. Сіз намазға тұрған кезде намазыңызда ойыңызды бөледі, дәрет алып болғаннан кейін күмән салады деген сияқты шайтан. Жалпы біздің ойымызды екіге бөлуіміз керек. Біріншісінде яқин. Яқин дегеніміз ол сенім. Сен жасаған нәрсеңе өзің сеніп тұрасың. Екіншісі күмән. Күмән ол яқинді бұзбайды. Мысалға, сен өзің сеніп тұрсың, мен қазір дәрет алып біттім. Мүмкін мен мына жерім жуған жоқпын ба, білмей тұрмын деген нәрсе, ол күмән болып есептеледі. Енді қара, осы жерде ең үлкен нәрсе ол яқин, ал мына второстепенный нәрсе, жай ғана мүмкін ба деген нәрсе, ол күмән. Ол күмән деген нәрсе яқинді, сені сеніміңді бұзбайды. Мысалға, сен қазір дәрет алып келдің де, мешітке келдің. Дәретхана далада мешітке келдің де, мен аяғым жудым ба, жуған жоқпын ба деген күмән келіп тұр. Егер де сенім болса, мен аяғымды жумаппын ғой десең, онда сен барып аяғын жуасың. Ал күмән болып тұрсаң, онда жумайсың. Муньятул Мусолли деген кітапта айтады, ол жерде келеді, егер де адам дәрет алып болғаннан кейін келіп күмәнданатын болса, онда ол еш қайда бармайды. Сол жерде өзінің намазын оқи береді дейді. Егер де ол адам сол дәрет алып жатқан кезде күмәнданатын болса, онда сол күмәнін қайта кетіреді де арғай кете береді дейді. Сол себептен де осы күмән деген нәрсеге адам қатты кетпеу керек. Мен білемін ондай адамдарды ауырған кәдімгідей, асқынып кеткен. Асқынған соншалықты ана кісі краникті ашып қойып дәрет алған кезде краниктің өзі жетіспей қалады. Ана кісі бар ғой, далада арық бар ғой, арық кәдімгі қатты су ағып жатқан, соған барып алады дәрет. Мен өз көзіммен көрдім. Сөйтіп бір кездері ол кісі сол арыққа да күмәнданып, жаңағыдай су жетіспей жатыр деп барды өзенге барып дәрет алды. Өзенге дейін барып дәрет. Сондай ауырған адамдар болды. Дәретханада жарты сағат, кем дегенде жарты сағат 45 минут жүреді. Сөйтіп ең соңында ол не істейді, адамды шаршатып, намаздан бетін қайтарады. Сол себептен де мына күмән деген нәрседен бірден арылу керек адам деген. Күмәнданбау керек, яғни щепетильный болмау керек бұндай мәселеде. Перфекционист болмау керек. Сондай щепетильный мәселе ол ақидада болу керек. А мына фиқи мәселелерде, құлшылық ибадат мәселелерінде өте қатты щепетильный болмау керек. Мына дәрет мәселелерінде. Әйтпесе бұл не істейді? Адамды күмәнді аурумен не істеп жібереді, қиындатып жібереді. Сонымен